Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай кесе самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. бір жасағаннан шығады. Дәмі деген өте керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге ең алдымен еленген ұнымызды осындай ыдысқа салып аламыз. Ұнымызды салып болған соң ортасын ашып, үстіне бір пиала еріген сармайымызды құямыз. Сармайымыздың үстінен 2 чайный ложка тұзымызды саламыз. Үстіне 1 стакан су құямыз. Және қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай барлығын араластырып, ары қарай өзіміздің қолымызбен елейтін боламыз. Ұнды керек мөлшерде салып, жақсылап үюін қандырып, елеп, керемет қамыр шығады осыдан. Осылай жақсылап елеп, енді бұны пакетке салып, холодильникке болмаса морозильникке болсын, кішкене мұздатып аламыз, 15 минуттай қойып. Ендігі кезекте біз пияз, картоп асқабағымызға 2 чайный ложка сұйық майымызды құйып, оның үстінен қара бұрышымызды сеуіп, және де зірамізді де салып, оның үстінен 2 чайный ложка тұз саламыз. Тұзды керек мөлшерде салсаңыздар болады. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай біркелкі араластырып қоямыз. Және де біздің дайын болған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай 2-ге бөлеміз. Одан кейін тағы да бөліп, осылай 3 түрлі форма шығарамыз. Ең үлкен қамырын жайып аламыз. Ең алдымен жақсылап дөңгелек тәрізді форма шығарамыз. Үлкен қылып жайып болғаннан кейін кесемізді алып, осылай кесенің ішіне қамырымызды саламыз. Одан кейін начинкасын да саламыз ішіне. Салып болғаннан кейін қамырдың шетін бір-біріне жақсылап біріктіреміз. Осылай дөңгелекшелеп біріктіріп болғаннан кейін кесемізден алып, кейінгісін жаямыз. Ортаңғы қамырымызды жайып, бұны да дөңгелек етіп жаямыз. Одан кейін жаңағы қамырымызды осының үстіне қойып, артық қалған шетін үстіне осылай жабыстырып қойсаңыздар болады. Кесіп алып тастасаңыздар да болады. Мен осылай жабыстырып қойғанды жөн көрдім. Енді кейінгі кезекте ең кішкентай қамырымызды алып, оны 2-ге бөлеміз. Ұзын қылып қолымызбен осылай жаямыз. Жайып болғаннан кейін 2 басын біріктіріп, айналдырып, осылай барлығын айналдырып аламыз. Бұның да 2 басын біріктіріп, самсамыздың үстіне қоямыз. Оның үстінен кішкентай дөңгелек тәрізді қамыр қоямыз. Және де бұны пергамент қағаз төсеп, осылай табамыздың бетіне қойып, жұмыртқаларымызды жағып аламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Осылай жұмыртқамызды жағып болған соң, бетіне күнжіт не болмаса мак сеусеңіздер де болады. Мен күнжітті қолдандым. Осы күнжіттерді де сеуіп шықтым. Сеуіп болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Және де бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай ыстық керемет самса шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.